Енді осы және өзге де жаңалықтары жөнінде толығырақ. Дерт қайтадан қылаң берді. Астанада соңғы 11 күнде 8 оқушы вирустық менингит диагнозымен инфекциялық ауруханаға түскен. Тіпті бір жеткіншектің халі өте ауыр. Сондықтан ата-аналар жұқпалы ауру шыққан білім ошақтарын шұғыл карантинге жабуды талап етіп отыр. Оның үстіне мектеп басшыларының қауіпті кеселді жарияламай жасырып келген анықталды. Жәудір Орасхан толығырақ. Астанада вирустық менингит жұқтырған 8 баланың 475 мектептің оқушылары екен, яғни ауруханаға түскендердің тең жартысы осында білім алып жүрген шәкірттер. Ұл мен қыздың денсаулығына қатты алаңдаған ата-аналар бүгін шұғыл жиналып СС қызметкерлерінен сабақты мүлдем тоқтатуды талап етті. Школу закрыть карантин, хотя бы неделю. Дальше каникулы. Вопрос в том, что почему дезинфекцию не проводят? Почему мы через слухи узнаем друг о друге? Яғни елордалық мектептерден менингит шыққан не мұғалім, не дәрігерлер ресми хабарламаған. Ата-аналар жұқпалы ауру жайлы бір-бірінен естіп шу шығарған соң ғана ақпарат тарап отыр. Ал оқу орындары карантинге жабылсын деген талапты тыңдап жатқан ешкім жоқ. Мамандар бұл індет күн суықта өршімейді. Вирустың қозатын уақыты көктем, жаз бен күздің жыл айлары дейді. Вирусты менингит дейміз, ол ай сайын болатын, тіркелейтін вирусты менингит диагнозы қала бойынша бар. Ал өз вирусты менингиттің жаңағы өз мерзімі болады, маусымдық мерзім дейміз біз оны. Ол жаңағы жылы айлар, биылғы жылы 9 айдың есебін алсақ, Астана қаласы бойынша 196 жағдай тіркелді. Оның ішінде 85 ол оқушылардың арасында. Қазір ауруханаға түскен 8 оқушының біреуінің жағдайы ауыр дейді дәрігерлер, қалған 7-інің денсаулығы қалыпты екен. Дерт 10 күнге дейін созылуы мүмкін. Науқастың әрқайсысы әртүрлі мектепте оқиды. Жұқпалы менингит елордадағы нөмірі 71, 75, 79, 23 және Назарбаев зияткерлік мектебі мен халықаралық мектептен шыққан. Ал ата-аналардың даурығуы бекер емес, биыл елімізде дәл осы менингиттен 12 адам көз жұмған еді. Ал Астанадағы менингит шыққан мектептер карантинге жабылмайды. СС-ің рұқсатынсыз директорлар да жеке шешім қабылдай алмайды. Ақ халаттылар тек мынаны ескертеді. Вирусты менингит тұмауға қатты ұқсайды, адамның басы, тамағы ауырып, жүрегі айнуы мүмкін. Сондықтан кәдімгі тұмаумен шатастырып, оны үйде емдеуге мүлдем болмайды. Дереу дәрігерге жүгінген дұрыс. Дерт ауа, ыдыс-аяқ пен жақын қарым-қатынастан жұғуы мүмкін. Жәудір Орасхан, Асылхан Саменбетов, КТК, Астанадан.